Енді дәрет бұл тазару. Намаздың 12 парызы болатын болса, сол сыртқы шарттың бірі дәретті болу. Дәрет ол сумен орындалады, немесе тайоммен орындалады. Енді дәрет суға келетін болсақ, Пайғамбар хадисінде келеді, Алла субхана тағала бірінші суды жаратты. Сол судан барлық басқа болмыстарды жаратты деген мағынада хадис келеді. Сол әуелгі атамыз Адам алейхиссаламды Алла субхана тағала топырақтан жаратты. Топырақтан жаратты. Адам баласы баршамыз біз сол кісінің ұрпақтары болып келеміз. Адам алейхиссаламның. Демек, мынау топыраққа су жетпейтін болса, ол кезеріп, реңі бұзылып, сондай бір жағдайға ұшырайды ғой. Сол секілді адамда сумен жуынып тұру, Алла субхана тағала сол үшін бізге осы дәретті парыз қылды дейді. Былайша айтқан кезде бұл денсаулығымыздың кепілі. Күніне 5 мезгіл дәрет алып жүрген адамның жаны да, тәні де тазарады деді. Өйткені Пайғамбар хадисінде айтады, бетті жуу арқылы беттеріңде, көздеріңмен істеген күнәларыңыз кешіріле бастайды. Қолды жуу арқылы қолыңызбен істеген қате күнәларыңыз кешіріледі деген мағынадағы сөздің түп негізі осы. Сол секілді жанымыз да кірленіп қалады. Ашуланып қаламыз кейде. Мынау пендеміз ғой баршамыз. Пайғамбар алейхиссалам айтады, ашуланатын болсаңыздар, сабырлы болыңыздар дейді. Және өзіңді ұстай алмай, сабырға келе алмай жатсаң, барып дәрет ал дейді Пайғамбар алейхиссалам. Өйткені бұл ашуды үрлеп, оны ушықтандыратын, оны үлкен жағдайға жеткізетін шайтан іблис екен. Су отты сөндірген секілді сенің бойыңдағы қызып тұрған сол ашудың ызаны су басады деді. Дәрет. Міне дәреттің осыны хикметтерін айта беретін болсақ, өте ол пайдалы хикметтері бар. Денсаулық жағынан да медицина саласында оны дәлелдеп жатыр. Дәл осы дәрет алатын мүшелеріміз. Дәретте 4 парыз бар. Қолды білекпен жуу, бетті жуу, басқа масықтарды аяқ толықпен қосып жуу. Дәл осы жерлерде адамның негізгі мынау бездер дейміз ғой, точкалар дейді ғой, без. Солар орналасқан екен. Осы бездерімізді күнделікті 5 мәрте жуынып жүру, бұл денсаулығыңыздың кепілі. Және жаныңыздың кепілі тазаруына. Өйткені су адамның жанын, тәнін тазартатын сондай бір үлкен нығмет Алланың берген. Сол себепті Алла субхана тағала бізге дәретті парыз етті. Өйткені мысалға айтатын болсақ, қарапайым деп айтайықшы осы өмірде. Қарапайым, бір басшының алдына кіретін кезде, бір қалай болса солай киініп кіре алмайсыз. Сіз кәдімгідей әдемілеп, әспеттеп киініп кіруіңіз керек. Дәл сол секілді Алла субхана тағаланың алдына намазда сіз қате күнәңізбен шыға алмайсыз. Алла тағала субханалла ғой. Субхан деген сөз мағынасы бүткіл кемшіліктен пәк. Дәрет алып барып біз намазға шығамыз, сапқа тұрамыз. Дәрет алған кезде жанымызды да жуамыз, тәнімізді де жуамыз. Дәрет алу арқылы сол ойымызды, анау жаман қылықтардың бәріне тәубамызға келіп, Алладан кешірім сұрап тұрамыз. Пайғамбар айтады, әрбір мешені жуған кезде дұға қылып тұрыңыздар дейді. Дұға қылыңыздар. Ауыз жуған кезде, я Алла, ауызымен істеп қойған қатем болса кешіре көр деген мағынада жүрегімізде осы ниет болсын дейді. Сол жанымызды тазартып барып, тәнімізді тазартып намазға жығыламыз. Алла Тағаланың алдында тұрған кезде біздер осындай тазалықпен тұруымыз керек екен. Сол үшін бізге дәретті парыз етті дейді. Алла субхана тағала дәрет. Бұл дәрет жаңа жоғарыда айтылғандай жаныңыздың, тәніңіздің тазалықтың бір кепілі. Таза жүресіз. Таңертең бетімді жудым, тісімді жудым, кешке жатарда бетімді, тісімді жуам деген адам бәрібір де тазалық деп есептейтін шығар. Бірақ Алла Тағала білуші жоқ қой біздің қай кезеңде тазанып жүретінімізді. Алла субхана тағала бізге дәретті парыз етті ма? Демек тазалықтың баршасы сол жерде тұр. Дәрет алған адам, мынау мамандардың айтуынша, денсаулығы өте жақсы, жалпы санақпен қараған кезде бұл дәрет алып намазбен жүрген адамдар екен. Дәретпен жүрген адамдар. Сол арқылы денеміз демалады екен. Денеңізді демалдырды деген сөз, денсаулығыңызға көмектесіз деген сөз. Денсаулығыңызға көмектесіз деген сөз, иншалла, Алла өміріңізді ұзартсын, ұзақ өмір сүресін. Ал денсаулығыңызды тіктет деген сөз, болашағыңыз жақсы деген сөз. Адам мың жасамайды, адам ұрпағымен мың жасайды. Ұрпағымен. Болашақтағы ұрпақтың да өмірін, олардың салауатты өмір, денсаулықтар жақсы болуды ойлайды, қазірден бастап ойлауымыз керек екен, ол үшін дәрет алып жүру керек екен. Дәрет алып тазалықты сүйген адамның ұрпақтары таза болады екен.
небір текті ұрпақтар дүниеге келеді. Сол үшін Алла субханала тағала бізге сол үшін дәретті парыз етті деп, бұның көптеген хикметтері бар. Біз бір қырын ғана кішігірім айтуға тырысқан жеріміз осы.